Пони. Anca oynaytan oynayan da peki apat yani Nasıl şavucu taş atatın? Bilmiyorum. Мынау былтырғы құлын сияқты ғой да, мына жем жеп тұрған. Жабағау деймін да, мына биылғы тай болар. Тай сияқты ғой. Анау есек. Анау айғыр екен, кішкентай құлыншақ. Қайсы? Ана қандай құлыншақ. Құлағын жымып тұр есек. Маған айбет жегіп тұрсыншы. Ана тибейін деп тұр да, жерде қорқытып тұр, жемін алайын деп. Атасы жылқы ғой, кішкентай болса да. Есектен қорықпай тұр ғой. Мыналар бақсаң да ет шығады ғой да. Көп жайылым керек емес, рақат. Жаман семірген. Ау? Қалады, арқалар қаш. Көп жалпақ. Жалпы понилар деген Европадағы жылқылар ғой, жабы сияқты, біздің жабылар да пониға жақын ғой, үлкендері. Аяқтары қысқа, денелері тұрықтар үлкен. Осылар пони дейді, бұны үлкендері ғой. Білмеймін, декоративный. Бұдан да күштілердің кішкентайлары бар, фалабела дейма бір деген жылқы ғой. Ит сияқты қандай. Тарих аяқ дейді. Жоқ, Европаның аралдарының бәрінде өздерінің понилары ғой, шотланд понилары. Мыналар шотландский понилар болар. Мінет осыған ат қылып. Төзімді болады бұлар, ана жылқыларға қарағанда. Суыққа, ыстыққа, перепадтық температура дейді ғой. Сосын жаңа малтып, қардың астынан шөп тауып жеуге бұлар өте төзімді жануар ғой. Енді олар аппақ көгершіндері. Ондайға бұлар өте төзімді болады. Жеуге жақсы болатын да. Қой жекпейді. Ойыншық бірдеңе жекпесең, мына күш жоқ қой енді. Тепектетіп есек сияқты мінетін болар енді. Мұнадан үлкендеу болу керек қой негізі. Жаман семіз әйтеуір. Қатты семіз оны. Етін жейме екен? Жейді, жылқының еті ғой кәдімгідей. Ол қазы байлайтын шығар бұлар. Кісінеп тұр. Мына бір бас көтермейді екен айғырын. Ана бір құла айғырды айтам, басын көтермейді екен деп. Ту, ауыздығымызға келмейді. Ем бат. Мынаны құлын ау деймін, соғана құлан екен.